Сәлем достар, қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Ораза айында тілеген дұға тілектеріңіз баршасы қабыл болсын. Бүгін менің арнамнан ауызашардың 7-ші күннің ас мәзірін ұсынатын боламын. Менің каналымнан алыстамаңыздар. Күнделікті ауызашардың ас мәзірлерін каналыма салып отырамын. Бүгін ауызашарға гүл манты мен ыстық салат дайындайтын боламыз. Ыдысымызға 1 қасық тұзымыз саламыз, 250 грамм суымыз саламыз. Тұзы ерігенше араластырып, ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илейміз, кішкене су құйып жіберіп, тағы да жақсылап жан-жақтарын түсіріп, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ та емес, қаттылау қамыр болады. Міне қамырымыз дайын болып қалды. Енді қамырымызды 20 минутқа демалтыратын боламыз. Ал енді ішіне салмасын дайындайтын боламыз. Менде фарш самсадан қалған, мантыдан қалғандар осындайларды пакетке салып алып қоямын. Мынау тауықтың етінен оны да салып алдық. Ішінде пиязы бар. Міне енді 1 пиязымызды турап, оны да салып аламыз. 2 картопымызды теркадан өткізіп, оны да салып алдым мен. Паприка саламыз 1 қасық. Қара бұрышымыз саламыз. Тұзымызды салдық. Енді барлық массаны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міне қамырымыз демалды. Енді бұл қамырымызды біз 3-ке бөліп аламыз. 3-ке бөліп, міне дәл осындай көлемде 3 күлше болады. Енді қамырымызды жаямыз. Манты, орама, 5 бармақтың қамыр сияқты етіп, жұқалау етіп жайып алатын боламыз. Міне қамырымыз дайын. Мен шетіндегі мынандай жерлерін алып тастадым. Қамырымыз сонда 4 бұрыш қамыр болды. Ал енді қамырымызды дәл осындай көлемде етіп бөліп аламыз. Енді үстіне сұйық майымызды жақып шығамыз барлық жеріне. Салмасын дайындап қойған салмасыны бір жағына қарай салып шығамыз. Енді үстіні жауып, дәл видеодағыдай етіп, орап шығамыз. Ал міне бұрышын астына қыстырып қойып, міне гүл мантымыз дайын. Енді 45 минутқа отқа қоятын боламыз. Енді ауызашарымыздың ыстық салатын дайындаймыз. Етімізді дәл осылай майдалап турап аламыз. Үстіне 1 қасық паприка, жарты қасық тұзымыз саламыз. Оливковый масламызды құямыз. Енді үстіне 2 қасық соевый соусымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді 1 баклажанымызды турап аламыз. Үлкендеу етіп тураймыз, өйткені баклажан қуырылғанда жоқ болып кетеді. Табамызға көбірек майымызды құйып аламыз. Баклажандарымызды қып-қызыл салып қуырып аламыз. Үстіне тұз саламыз. Қып-қызыл болғанша қуырып аламыз. Ал міне баклажандарымыз қып-қызыл қуырылып болды. Енді бұны алып, артық майларын алып, азғана майға жаңағы дайындап қойған етімізді піскенше қуырып алатын боламыз.
Ал біздің етіміз пісіп шықты. Бір қызыл бұрышымызды салып, ұзындау етіп турап, оны 1-2 минутқа қорып аламыз етпен қосып. Оның үстіне жаңа қорып алған баклажанымызды саламыз. Бір қызанағымызды турап, оны да саламыз. Енді редиска, қияр, укропты да турап, 1-2 минутқа барлығын қосып қорып аламыз, араластырып. Сонымен біздің ыстық салатымыз дайын. Ал міне ыстық салатымыз дайын. Енді уже біздің тамағымыз да пісіп қалды. Енді тамағымызды алатын боламыз. Міне арадан уақыт өтті. Міне біздің гүл мантыларымыз дайын болды. Ал міне біздің 7-ші күніміздің ауызашардың ас мәзірі дайын болды. Бізде гүл манты мен ыстық салат болды. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға ас болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Менің каналымнан алыстамаңыздар. Ертеге міндетті түрде 8-ші күннің ас мәзірін күтіңіздер.